іші бос адам, да, рухани бос адам, ол киген киімімен, мінген атымен, жылтырақпен біреуден артқысы келеді. Тойға барғанда қарасаңдар, кейбір әйелдер бір көйлек киіп барады да, шешіп тастап, екінші көйлекпен келеді. Ол өзінің ішкі жан дүниесі бос болғаннан кейін, өте кедей болғаннан кейін, ол мына киіммен елге елеулі болғысы келеді. Ал өте ішкі жан дүниесі бай адамға бәрібір. Мысалы, Эйнштейнді қарасаң, киімі. Көптеген үлкен жетістікке жеткен адамдар ішкі жан дүниесі бай болса, ол ешқашан сыртқы жылтырақпен, қымбат көйлекпен, бір сақинасымен, сырғасымен, үстіндегі киіммен елге қадірлі болғысы келмейді. Бұны Абай айтты ғой, адам бұны бір ойламасын, бір ойласа, ол қайтып адам болмағы қиын істейді. Адам деген, айтады, ақыл, білім, мінез, осымен ғана адамдардың арасында біреуден озалам. Көркем мінезбен, көп жақсы біліммен, жақсы ақылымен дейді. Ал киген киімімен, астындағы көйлегімен, үстіндегі тұрған үйімен мақтану, бұл масқаралық.